Қайырлы күн, таза болсаң судай бол, бәрін жуып кетерген деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, демек біз суға байланысты гидросфера бөлімін өтіп жатырмыз. Сондықтан бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Яғни гидросфера бөліміне тиесілі болған үйге тапсырманы осы бұл қай жерде деген тапсырма арқылы пысықтап аламыз. Оның үшін бізге бұл қай жерде тапсырмасында шығанақ, бұғаз, аралдар және де теңіздер берілген. Демек, біз оларды білеміз, дүниежүзілік мұхиттың бөліктері екендігін. Тек қана біз осы арал, бұғаздарды бүгін картадан оның орналасқан жерін ғана көрсетуімізге болады. Яғни жасанды интеллект арқылы сіздерге бұл қай жерде тапсырмасы берілген. Демек, бұл тапсырманы қазір біз бастаймыз және де қайда орналасқанын табуымыз қажет. Демек, бірінші бізге беріп отыр, Балтық теңізі қай жерде орналасқан. Яғни, Балтық теңізін бірінші номерді басамыз. Демек, дұрыс жауап. Бізге қайта мүмкіндік береді, сондықтан осы екінші номерді көрсетуімізге болады. Демек, дұрыс жауап, жарайсың деп көрсетіп тұр. Үшінші тапсырмамыз, Пиреней түбегі қай жерде орналасқан дейді. Демек, түбекті білеміз біз. Яғни, Пиреней түбегін біз 5-ші номерді басу арқылы көрсетуімізге болады. Керемет дейді. Ал енді келесі тапсырма бізде Мексика шығанағын орналасқан жерін міндетті түрде білеміз. Бұл бізде Солтүстік Америка мен Оңтүстік Американың орналасқан жері. Яғни дұрыс жауап. Келесі бізде Жаңа Гвинея аралы қай жерде орналасқан дейді. Енді аралдарды біз білеміз. Жаңа Гвинея, Жаңа Зеландия аралдарының орналасқан барлығының бір тұтас жері. Демек, міне осылай бізге берілген тапсырма өте ақылдысыңдар деп көрсетіп отыр, егер тура жауаптың барлығын тапсаңыздар. Ал енді оқушылар, бізде осылай үйге берілген тапсырманы пысықтап алдық, және де біз осы үй тапсырмасын пысықтау үшін гидросфера бөлімі арқылы осылай және жасанды интеллект арқылы жасалған жұмысты біз осы тапсырма арқылы көруімізге болады. Демек, міне оқушылар, сұрақтар кемесі бізге келіп жетті. Ал енді бастауды басамыз. Және де планетамыздың су қабығы. Демек, міндетті түрде білеміз біз гидросфера екен, гидросу, сфера, шар деген мағынаны білдіреді. Айда су бар ма деген сұраққа жауап беру үшін біз тексеруді басамыз. Демек, айда су тіптен жоқ деген жауап бар екен. Және де күн энергиясы әсерінен судың үздіксіз орын ауыстыруы. Демек, бұны біз білеміз, дүниежүзілік су айналымы дейді. Келесі ең үлкен мұхит. Келесі сыртқы пішіні S әрпіне ұқсас. Бұл міндетті түрде Атлант мұхиты екен білеміз. Және де ең жылы мұхит. Егер сіздер тура жауапты алдын ала айтып отырсаңыздар, сосын тек тексеру арқылы біз тура жауапты көрсете аламыз. Яғни Үнді мұхиты. Ең кіші мұхит бізде ең кіші мұхитымыз Солтүстік Тынық мұхитын көруімізге болады. Міне оқушылар, осылай біз үй тапсырмасын пысықтап алдық. Ал енді біз негізі жаңа тақырыпқа қайтатын боламыз.
Демек, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз, оның үшін алдын ала болжау беріп тұр бізге. Дүниежүзілік мұхит дегеніміз не? Неше мұхит бар, қандай құрлықтар аралығында орналасқан, және мұхит суы ішуге жарамды ма деген сұрақтар арқылы біз жаңа тақырыбымыз бастаймыз. Демек, бүгінгі тақырыбымыз дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы, оқу мақсаты мұхит және оның құрамдас бөліктерін жоспар бойынша сипаттау. Ал енді сабақтың мақсаты мұхиттардың географиялық орны туралы біледі, қазан шұңқырлар және жоталарды картадан көрсете алады, мұхит және оның құрамдас бөліктерін жоспар бойынша сипаттайды. Ерекше білімді қажет ететін оқушылар карталар арқылы мұхиттарды көрсете алады. Демек, бұл жерде дүниежүзілік мұхит туралы бейне жазба берілген, яғни бұл бейне жазбада тек қана дүниежүзілік мұхиттардың Демек, бізде осындай 4 мұхит жайлы толық мәлімет беріледі, және 5-ші мұхитты міндетті түрде қоса мәліметті көрсетілген. Яғни бұл жерде ауданы, судың көлемі, сонымен қатар тереңдігі және де ең терең жерін көрсетілген. Демек, біз мұхиттардың орналасуын көріп отырмыз, және де оның ауданы, сонымен қатар біздегі 5-ші мұхитты, яғни оңтүстік мұхит 2000 жылы пайда болды, және оны бүгінгі күнге дейін әлі зерттеу үстінде. Демек, ауданы, су көлемі, орташа тереңдігі және де ең терең жері 8428 метр тереңдікте екенін біз көруіміз керек. Ал енді оқушылар, біз ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Демек, кішкентай болса да дүниежүзілік мұхит туралы бейне жазбаны көріп алдық. Келесі бізде осы жердің жалпы ауданы 361 миллион километр квадрат құрлыққа жердің беткі ауданына тиісті. Демек, сондағы дүниежүзілік мұхиттың жердің үздіксіз кеңістігін білдіретін гидросфераның негізгі бөлігі екенін білеміз. Сонымен қатар солтүстік жарты шарда жер бетінің 61%, ал енді оңтүстік жарты шарда 81% мұхитқа тиесілі екенін көруімізге болады. Енді осы мәліметтермен біргелікте, демек, біз бастаймыз. Бірінші міндетті түрде ауданы жағынан дүниежүзілік мұхит бұл тынық мұхит екенін білеміз. Бұның ауданы 180 миллион километр квадратты құрайды, және де ең терең жері Мариана шоңғымасы 11022 метр тереңдікті құрайды. Екінші аудан жағынан міндетті түрде Атлант мұхиты 91 миллион километр квадрат жерді құрайды, ал енді оның терең жері Пуэрто-Рико шоңғымасы 8742 метрді құрайды. Үшінші орында міндетті түрде Үнді мұхиты 74 миллион километр квадрат жерді құрайды. Зонд шоңғымасы ең терең жері 7729 метр тереңдікті құрап отыр. Аудан жағынан 4-ші орынды иелейді. Солтүстік мұзды мұхиты 14 миллион километр квадрат жерді иелеп жатыр. Оның тереңдігі Гренланд теңізі 5527 метрді құрайды. Сонымен қатар біз 5-ші мұхитты тағы еске салып кетуімізге болады. Келесі, демек, бізде осы мұхиттардың материктік беткейінен бастап мұхит тереңдігіне дейінгі дүниежүзілік мұхит түбінің құрылысының суреті көрсетілген. Ал енді лездемелік сұрақтар әдісіне келеміз. Онда оқушыларға карта бере отырып, атлас картасын қарай отырып, берілген сұрақтарды сіздер картадан көрсетулеріңізге болады.
Келесі бізде жеке тапсырма, яғни бұл жерде карта беріледі оқушыларға. Осы картадан қазан шұңқырлар және жоталарды картадан көрсете алу арқылы жұмыс жасауларыңызға болады. Демек, дескриптор қазан шұңқырларды картадан көрсете аламын және де жоталарды картадан көрсете аламын деген тапсырмалар көрсетілген. Ал енді топтық жұмыста міндетті түрде бірінші топта өз қалауларыңызбен бір теңізге географиялық орналасуын айқындау бойынша сипаттама береді. Екінші топтың оқушылары бір мұхитқа жоспар бойынша сипаттама береді. Демек, бұл жердегі дескриптор теңіздерді жоспар бойынша сипаттама бере алу және мұхитқа жоспар бойынша сипаттама бере алу. Демек, оқушылар берілген тапсырмаларды сіздер тек атлас картасынан ғана емес, сонымен қатар біз оны арнайы электронды карта арқылы көрсетуімізге болады. Міне, мысал үшінге мынадай карталарды сіздерге көрсетіп отыр. Демек, Тынық мұхитымен біргелікте Атлант мұхиты және де Үнді мұхитының орналасуын осы карталар арқылы көрсетулеріңізге болады. Егер сіздер мұхиттарды жақындатып көрсетулеріңіз үшін міне арнайы мышканы қозғау арқылы демек берілген мұхиттардағы тапсырмаларды орындауға болады. Сонымен қатар оқушылар, біздегі жұмыс және де келесі жұмысымыз қай мұхитқа тиісті тапсырмасын орындап көрейік. Бұл тапсырмада демек бастаймыз қай мұхитқа тиісті. Яғни бұл жерде мұхиттардың тереңдігі көрсетілген. Демек 11.022 метр қай мұхитқа тиісті. Демек жауапты тауып, сіздер сұрақтарға жауап беруіңізге болады. Мысал үшін бірінші сұрағымызға Тынық мұхитын көрсетуімізге болады. Келесі бізде 8.742 метр тереңдікті. Демек бұл тереңдік бізде Атлант мұхитына тиесілі, яғни Пуэрто-Рико шұңғымасы. Үшінші тереңдігіміз 7.729 метр. Демек бұл Үнді мұхитына тиісті. Төртіншіміз 5.527 метр. Демек бұл солтүстік мұзды мұхитына тиісті. Демек оқушылар осылай тапсырмалар беріледі және де бізде арнаулы тест тапсырмалары бар. Демек тест тапсырмаларын орындайсыздар. Үйге тапсырма, географиялық анықтамалар, сонымен бірге энциклопедияларды қолдана отырып, Тынық, Атлант, Үнді және солтүстік мұзды мұхиттарының атауларының шығу тегін зерттеп, сол туралы мәліметті жинақтап келулеріңізге болады. Ал енді оқушылармен рефлексия жасайтын болсақ, бізде Вортвал әдісі арқылы рефлексия берілген. Демек, біз бүгінгі дүниежүзілік мұхиттардың жалпы орналасуы, оның ауданы, оның тереңдігін егер сіз түсінген болсаңыз, барлығы түсінікті, немесе түсінікті, бірақ әлі де жұмыс жасау керек, және де түсінбеген болсаңыздар, суреттер арқылы рефлексия жасауға болады. Демек оқушылар, міне, егер сіздер түсінікті болатын болса, әрбір оқушыға сілтеме жіберіледі, сол білімдеріңізде жасайсыздар. Қою арқылы мүлдем түсінбеген болсаңыздар, жауын суретін қою арқылы сіздер кері байланыс бересіздер. Демек, жалпы оқушылардың ішінде рефлексия жасалады. Ал енді оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.